қаржы басқарушысы мен сот орындаушы қызметіне ақша төлемей ақ қойсам болады ма? Менің есімім Назгүл, мен Қарызсыз қоғам жобасының заңгері болып табыламын. Көптеген адамдар банкроттық рәсімін үлкен шығынсыз өту мүмкін емес деп санайды, бірақ бұл олай емес. Сот банкроттығына өтініш берген кезде қаржы басқарушысы өз қызметіне ақы алады. Бірақ оның жұмысына ақы төлеу әлеуметтік жағынан осал топтарға және де мүгедек балалары бар ата-аналарға алынбайды. Ал сот орындаушыларына келетін болсақ, оның қызметі әрдайым төленбейді. Егер қарыз үмітсіз деп танылса, атқару құжаты кері қайтарылса, немесе атқару құжаты күшін жойса, сот орындаушысының қызметіне ақы төленбейді. Мәліметтерді түсіну оңай емес, ал ол қателіктер нәтиже бермеуі мүмкін. Сот орындаушысына төленетін ақы жайында тегін кеңес алғыңыз келсе, сіздің жағдайыңызды талқылап ең жақсы нұсқаны табамыз. Қалған ақпаратты қоғам.fin.kz платформасынан таба аласыз.